Сәлем баршаңызға. Бүгін өте дәмді әрі жұп-жұмсақ үй жағдайында бульки нан жасайтын боламыз. Жұмсақтығын ұзақ сақтай отырып, тез қатып қалмайтын бұл рецепт үйдегі дәмді нан жасауға қаншалықты оңай екенін дәлелдейтін қарапайым рецепт. Ендеше видеоны соңына дейін қарап, қоңырау белгісін басуды ұмытпаймыз. Ең алдымен үлкендеу ыдысқа жылы суымызды құйып, оған тұзды қосып, содан соң құрғақ ашытқыны қосып, ерігенше жақсылап араластырамыз. Массамызға еліктен өткен ұнымызды қосып, қамырды илеп бастаймыз. Бұл бульки нанның қамыры ұзақтау етіп, шамамен 10 минут аралықта илейтін боламыз. Қаншалықты июын қандырып илесеңіз, нанымыз жақсы шығады. Келесі кезекте қамыры толыққанды біріккен соң, үстінен сұйық иіссіз майымызды құйып жақсылап қамырға сіңдіріп илейтін боламыз. Келесі кезекте майымыз толыққанды қамырына сіңген соң, массамызды осылай видеодағыдай аздап лақтырып аламыз. Бұл процесс қамырды ішкі газдарын шығып кетуіне себебін тигізеді. Нәтижесінде бізде жұмсақ әрі қолға жабыспайтын қамыр шығады. Қамырдың бетін жауып, жылы жерге 1,5 сағат көлемінде көтерілгенше қоямыз. Уақыты жетіп, нанымыз көтеріліп, дайын болды. Келесі кезекте қамырын алып, екіге бөліп аламыз. Теңдей етіп бөлу үшін таразы қолдансаңыз да болады. Жалпы массасы 600 грамм шығуы керек. Арнайы осындай L7 дейтін нанға арналған формаға саламыз. Бұл форма кез келген ыдыс сататын жерлерде болады. Форманы алдымен майлап дайындап аламыз. Содан соң қамырды салып, тегістеп жайып шығамыз. Келесі кезекте қамырдың бетін жауып, жылы жерге 2 есе ұлғайғанша қойып қоямыз. Көріп тұрғаныңыздай уақыты жетіп, қамыры көтеріліп пісіруге дайын тұр. Бірден пісірмес бұрын бетіне жай қара суға аздап сұйық май қосып, бетіне жағатын боламыз. Содан соң алдын ала қызып тұрған пеште 220 градустан 40 минут аралықта пісіреміз. Бульки нандарымызда пісіп дайын болды. Формасынан бірден алмаймыз, салқындағанша қойып қоямыз. Содан соң ғана формасынан аламыз. Негізінен нанды дұрыс пісіру үшін ең алдымен құрғақ ашытқыны дұрыс сақтаған жөн. Яғни ауа өткізбей ашытқының бетін орап қоямыз. Көріп тұрғаныңыздай нанымыз өте жұмсақ болып шыққан. Нан жасау үшін ең болмағанда пісіру үшін ең қымбат араластырғыш қажет емес. Сізге мен өте қарапайым нанның дайындалу жолын жариялап отырмын. Ендеше нанның кесу процесін қарайық. Іші жұмсақ, толыққанды пісіп шыққан. Ендеше нанды дүкендерден сатып алмай, өз қолыңызбен жасай отырып, оның дәміне, сапасына және гигиеналық дайындығына сенімді бола аласыз. Үйдегі өнім заводтан қарағанда жақсы сақталады және пайдалы. Керек заттары көп жағдайда қарапайым және қолжетімді. Ендеше рецепті ұнаса лайк басып, қоңырауша белгісін басып, алдағы уақытта менімен бірге дайындаңыз. Ас болсын!